Сәлем достар, бүгінгі менің тақырыбым миды қалай дамытуға болады. Ми организмдегі ең маңызды органдардың бірі. Күнделікті айналысып жүрген істер мен әдеттер мидың жұмысына тікелей байланысты. Ал миға пайдалы істер қандай? Алдымен дененің жетекші емес бөлігін дамыту, яғни оңқай болсаң сол жақтың, солқай болсаң оң жақтың икемін келтіру. Күнделікті істен бастағанымыз жөн. Тіс тазалағанда, қасық ұстағанда, шаш тарағанда сол қолды пайдаланып көріңіз. Жетекші емес қолмен жазып үйренгенде пайдалы. Күніне 10-20 минут кішкентай мәтін жазуға уақыт бөлсеңіз, 2 айда сол қолыңыздың икемін жақсы дәрежеге көтере аласыз. Келесі кітап оқу. Әйгілі жазушы доктор Сью айтқандай, көп оқысаң, көп білесің. Кітап оқу адамның зейіні мен есте сақтау қабілетін дамытады. Уақыт өте келе ми қартаяды, ал кітап оқу бұл құбылыстың мерзімін біраз жылдарға ұзартады. Ғалымдардың айтуы бойынша оқитын адамдар арасында қартайып, ал жетімдер мен психикалық аурулар аз кездеседі. Келесі шет тілдерді үйрену. Тіл үйрену Альцгеймер ауруынан қорғайды. Көп тіл білген сайын бірнеше істі бір уақытта атқару қабілеті дамиды. Жаңа тілдер миға ғана емес, адамның жеке өмірінде де көп көмегі бар. Ой өрісін ұлғаюы, жаңа достардың пайда болуы, саяхаттау мүмкіндігі. Бұл тіл үйренудің тағы бір плюстері. Келесі логикалық есептер мен ойындар. Есте сақтау қабілеті мен логикалық ойлау қабілетін дамытады. Яғни физикалық жаттығулар денеге қалай көмектессе, логикалық есептер де миға солай әсер етеді. Спорт. Физикалық белсенділік бұлшықетке ғана емес, миға да пайдасы бар. Жақсы қан айналым кезінде мида белсенді жұмыс істей бастайды. Ойлану, есте сақтау қабілетін дамытады. Сондықтан тезірек фитнеске жазылыңыз, немесе жүгірумен айналысқаныңыз дұрыс. Және соңғы кеңес, білімге әуес болыңыз. Менімен болғандарыңызға рахмет. Ізгі ниетпен айтса да.